Бүгін сан есім жайлы білетін боласың. Сан есім заттың санын, ретін білдіреді. Сұрақтары неше, қанша, нешінші, нешеу. Сан есім құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара сан есім және күрделі сан есім болып. Дара сан есім бір ғана түбірден, негізгі және туынды түбірден тұрады. Мысалы 5, 100, 1000, 30, ондаған, жетеу, 8-ші. Күрделі сан есімге келетін болсақ, кемінде 2 сөзден тұрады. Мысалы 15, 102, 1992, 37, 3-3-тен 5-6, 10-ға жуық және тағы басқалар. Сан есім мағынасына қарай төмендегідей 6 түрге бөлінеді. Есептік сан есім, реттік сан есім, жинақтық сан есім, болжалдық сан есім, топтау сан есім, бөлшектік сан есім болып. Ендеше осы сан есімдердің түрлеріне жеке тоқталайық. Есептік сан есім нақты санды білдіреді. Сұрағы қанша, неше? Түбір сан есімнің өзінен болады. Мысалы 5, 12, 23. Реттік сан есім заттың реттік қатарын білдіреді. Сұрағы нешінші? Сан есімге ыншы, інші, нышы, ніші жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Мысалы 1-ші, 5-ші, 6-шы, 7-ші, 213-ші. Жинақтық сан есім жинақталған санды білдіреді. Сұрағы нешеу? 1-ден 7-ге дейінгі есептік сан есімге ау, еу жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7-еу. Топтау сан есім заттың санын топтап көрсетеді. Сұрағы нешеден? Сан есімге шығыс септігі жалғану арқылы жасалады. Мысалы 3-тен, 2-ден, 10-нан, 3-3-ден. Болжалдық сан есім заттың санын болжап көрсетеді. Сұрағы қанша, неше, қай шамалы? Жасалу жолдары сан есімге даған, деген, таған, теген, дай, дей, тай, тей жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы 100 деген, 40-тай және тағы басқа. Екінші нұсқасы сан есімге көптік жалғауы мен септік жалғауы қатар жалғану арқылы жасалады. Мысалы 30-дарда 50-лерге және тағы басқа. Үшінші нұсқасында сан есіммен шақты, жуық, тақта, шамамен тағы басқа септеулік шылаулардың тіркесу арқылы жасалады. Мысалы 10 шақты, 100-ге жуық және тағы басқа сөздер. Төртінші нұсқада екі түрлі санның қосарлану арқылы жасалады. Мысалы 2, 3, 10, 15. Бөлшектік сан есім заттың бөлшектік санын білдіреді. Сұрағы қанша, неше? Мысалы 2-ден 1, 2-нің 1, 2-ден 1, 2,5, 2-ден 1 және тағы басқа сөздер жатады. Сан есімнің жазылу емлесі. Есіңде сақта. Күрделі сан есімнің әр сыңары бөлек жазылады. Мысалы 15. Реттік сан есім араб цифрларымен берілсе, ыншы, інші, нышы, ніші жұрнағының орнына дефис қойылады. Реттік сан есім рим цифрларымен берілсе, дефис қойылмайды. Күн, ай, жыл аттарымен тіркескен реттік сан есімнен кейін дефис қойылмайды. 2, 6, 7 сандарына ау, еу жұрнағы жалғанғанда түбірдің соңындағы дыбыстары түсіп қалады. Болжалдық сан есім цифрмен берілгенде қосымша дефис арқылы жазылады. Болжалдық сан есім қосарланып келгенде дефис арқылы жазылады. Болжалдық сан есім жасайтын шамалы, шақты тағы басқа шылаулары өздері тіркескен сыңардан бөлек жазылады. Қосарланып айтылған топтау сан есімдер сөзбен берілсе де, цифрмен берілсе де дефис арқылы жазылады. Цифрмен таңбаланатын дара, күрделі сан есімдерге жалғанатын жалғаулар дефис арқылы жазылады. Ал енді сан есімнің сөйлемдегі қызметіне тоқталайық. Сан есім сөйлемде негізінен анықтауыш болады. Мысалы, үйдегі 5-6 малымыз жоғалып кетті. Ол 3-ші бөлмеде жалғыз отыр. Бұл сөйлемдердегі 5-6 3-ші сөздері анықтауыш қызметін атқарып тұр. Заттанған сан есім атау септігінде тұрып бастауыш болады. Сан есімнің заттануы деп заттық мағынаға ие болуын және сөйлемде зат есімнің қызметін атқаруын айтады. Мысалы, 6 ала болса, ауыздағы кетеді, 4 түгел болса, төбедегі түседі. 40 қасиетті сан.
Бұл сөйлемдердегі алтау, төртеу және 40 сөздері бастауыш қызметінде тұр. Сан есім заттанып келіп толықтауыш болады. Мысалы, екеуінен үйренгенің саған жетеді. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Бұл сөйлемдердегі екеуінен бірді мыңды сөздері сөйлемде толықтауыш қызметін атқарып тұр. Сан есім етістікпен тіркесіп іс-әрекеттің мөлшерін білдіріп пысықтауыш болады. Ат баспаймын деген жерін 3 басады. Олар бүгін футболды бірінші ойнайды. Сол әнді тойда 3 айтты. Осы сөйлемдердегі бірінші 3 сөздері пысықтауыш қызметінде тұр. Сан есім сөйлем соңында жіктеліп немесе заттанып келіп баяндауыш болады. Оның жақсы көретін саны 7. Сен үйдің 5-шісісің. Оның жасы 6-ларда. Бұл сөйлемдердегі 7, 5-шісісің және 6-ларда сөзі сөйлемде баяндауыш қызметінде тұр. Бүгін сіздерге сан есім жайлы толық ақпарат беруге тырыстық. Сан есімнің түрлеріне, сөйлемдегі қызметіне, жазылу емлесіне мән бердік. Сіздерге бүгінгі біздің бейнеміз ұнаған болса, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнамызға жазылыңыз.